Халық емі қақырықты түсіріп, тыныс жолдарын ашады, әрі тыныс алуыңызды жеңілдетеді. Қауіпсіз әрі қолжетімді емдеу жолдарын сіз де байқап көріңіз. 100 мл бал мен бір бас ұнтақталған сарымсақты араластырасыз. Қоспаны шыны ыдысқа салып, ыстық суға булайсыз. Қолданатын кезде бір стақан ыстық сүткен бір ас қасық қоспаны араластырып, күніне бірнеше рет ішесіз. Алоэ шырыны мен жаңғақтан жасалған қоспаны дайындау үшін 50 мл алоэ шырынына 150 мл бал мен 100 грамм ұнтақталған грек жаңғағын қосыңыз. Қоспаны мұқият араластыру керек. Емді қоспаны күніне 20 граммнан тамақтан соң қабылдайсыз. Бұл қоспа қақырықтан арылтады, иммунитетіңізді көтереді әрі ағзаңызды қуаттандырады. Егер арнаға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып каналымыздың дамуына үлес қосыңыздар. Куркуманың көмегіне жүгінсеңіз ағзадағы бактерияның көзін құртып, қақырықты сыртқа шығарады. Сондай-ақ иммунитетті көтереді. Дайындалу әдісі: 1 шай қасық куркуманы 1 стақан қайнатылған жылы суға саласыз. Оған жарты шай қасық тұз қосып, жақсылап араластырыңыз. Дайын болған ерітіндімен тамағыңызды шаясыз. Емді күніне 3 рет жасайсыз. Балаңыздың тамағы мазаласа, дәрігердің рұқсатымен сіз нәрестеге халық рецептерінің бірі бойынша дәрі дайындай аласыз. Қақырықты емдеуге арналған ең тиімді құралдардың бірі бал банан қоспасы. Оны дайындау үшін сізге қажет: 2 ас қасық бал, 1 шай қасық зәйтүн майы, жартылай банан, 2-3 тамшы алоэ шырыны. Бананды електен өткізу керек, содан кейін оған май, жаңа сығылған алоэ шырыны мен 35-40 градусқа дейін қыздырылған бал қосыңыз. Содан кейін барлық компоненттер біртекті масса пайда болғанша мұқият араластырылуы керек. Сіз бұл халықтық құралды күніне 3-4 рет шай қасықтан ішуіңіз керек. Бал мен лимон ауамен жұғатын ауруларға керемет төтеп беретін дәрі. Сонымен қатар бактерия мен микробтың көзін құртады әрі иммундық жүйені нығайтады. Бұл қоспаны дайындау әдісі мынандай: шағын ыдысқа 1 шай қасық бал мен 2 ас қасық лимон шырынын араластырыңыз. Емді қасиеті мол, бұл қоспа тамағыңызды емдейді әрі қақырықтың оңай түсуіне септігін тигізеді. Емді күніне 3 рет қабылдау керек. Кәдімгі ұсақ емес, ірі, домалақ пішінді қара бұрыштар жөтелді қойдыруға таптырмас ем. Оның 2-3 данасын ауызға салып шайнау керек. Егер 3 күн қатарынан үзбей, күн сайын бір мәртеден қолдансаңыз, жөтеліңіз қайта бастайды. Қара бұрыш кеңірдекті емдеп, тыныс жолдарын ашып, жөтелуге мәжбүр етіп тұрған бактерияларды жояды. Сондай-ақ қара бұрышты қайнаған сүтке араластырып ішуге де болады. Пияз бен сүт қоспасы: жарты келі пияз бен 1 бас сарымсақты қабығынан тазартып алып, блендермен немесе ет тартқыштан өткізесіз. Оған 1 литр сүт құйып, отқа қоясыз. 10 минуттай қайнаған соң оттан алып сүзу керек. Дайын болған тұнбаға бал араластырып 1 ас қасықтан ішесіз. Емді күніне 3 рет жүргізу керек. Сәбіз бен бал қоспасы: ыдысқа аздап су құйып, бірнеше дана сәбіз салыңыз. Ыдысты отқа қойып қайнатасыз. 10-15 минуттан соң тұнбаны сүзіп алыңыз. Бірдей көлемде балмен араластырып, күніне 2 рет 2 шай қасықтан қабылдаңыз. Сәбіз қайнатпасы жөтелді емдеп, қақырықтың оңай түсуіне септігін тигізеді. Эмаль ыдысқа қайнаған су құясыз. Оған 6 кесек зімбір мен 1 шай қасық ащы бұрыш қосып, 5 минуттай баяу отта қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң ыдысты оттан алып қойыңыз. Емді қасиеті мол, тұнба салқындаған кезде 1 шай қасық бал араластырып ішесіз. Бұл әдіс тыныс жолдарын ашады, тамақ ауруын басады, қақырықты шығарып, жөтелді қойдырады. Жалпы әлсіреген ағзаны емдеп, иммунитетті көтереді.